Ассалаумағалейкум, қайырлы күн, жұма мүбәрәк болсын барлықтарыңызға. Бүгін Астана көлемінде деп шақырып конференция өткізіп жатыр екен. Менің аты жөнімді қосып қойыпты. Менің аты жөнім Миллатхан Айтқалиұлы. Ата жұрт еріктілерінен біз. Ата жұрттың еш қатысуынсыз, ата жұртпен қатысы жоқ конференция болып жатыр екен. Оған біз ашық елге жариялы түрде айтатынымыз, ата жұрт ол конференцияға қатыспайды. Ата жұрт атынан ешкіміңіз конференцияға бармай-ақ қойыңыздар. Конференцияның жалпы мақсаты Шіңгілдегі 13 адамның сотталуы туралы дейді. Ол ашық жариялы бүкіл Қытайдың құзырлы органдарыменен барлық адамдардың қолынан қолхат алып, мойындалып отырып өткізген шараны бәлкім Қытай осы туралы конференция ұйымдастырыңдар деп ата жұртты арандатпақшы болған болуы мүмкін. Біз тіке одан бас тартқанбыз. Басқа әркім кімдегім өткізе берсін. Әрқандай да ата жұртпен қатысы бар адамдар, сіздер ол конференцияға бармай-ақ қойыңыздар. Өйткені қытайшылдар Қытайдың юанын алып, сондай бір конференцияны өздері ұйымдастырған болуы мүмкін, басқа біреулердің қолымен. Ал енді ол конференцияны ұйымдастырып жүрген Қыдырәлі менің атымды, менің ұлықтасымсыз қосып қойыпты. Кешіріңіздер, мен оған қатысушы адамдардан емеспін. Тек қана барлықтарыңызды арандатудан сақтаныңыздар деп айтпақшымын. Менің аты жөнім Миллатхан Айтқалиұлы. Телефон, WhatsApp нөмірім 8 702 772 49 93.